Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі біздің сендермен өтетін сабағымыздың тақырыбы адамның ішкі сұлулығы. Сабағымыздың да екі сөзі: нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде болар. Ыбырай Алтынсарин. Енді осы екі сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Жарайсыңдар, яғни кез келген нәрсенің сыртына қарап баға бермес бұрын, ең алдымен ішкі жан дүниесіне үңіле білуіміз керек екен. Енді бүгінгі осы сабағымыздың тақырыбына орай бізге Шалва Аманашвилидің «Сенің сұлулығың мейірімділігінде» деген әңгімесі беріліпті. Мен оқиын, сендер мұқият тыңдаңдар. Бала есейді, сондықтан да айнаға жиі қарайтын және ашуланатын. Мен қандай көріксізбін. Атасы бұл сөздерді естіп немересіне былай деді: «Сенің сұлулығың мейірімділігінде». Бала атасына сеніп, барлық жерде жақсылық жасай бастады. Ол жақсылық жасауға берілген соншалық, өзінің көріксіз екенін тіптен ұмытып кетті. Уақыт өтіп жатты. Ол жігіт болды. Күндердің күні бір кеште ол өзіне жасырына қарап, сыбырласып тұрған әдемі екі қызды байқады. «Ол қандай тартымды», деді бірі. «Оның бет-әлпеті ішкі сұлулығынан нұрланып тұр», деді екіншісі. Сонда жігіт атасын есіне алды. Ол іштей: «Рахмет саған, Данагөй, аташым», деді. Енді сендерге сұрақ, балалар. Бала неге өзін көріксізбін деп налады? «Сенің сұлулығың мейірімділігінде» деп атасының сөзін қалай түсінесіңдер? Оның бет әлпеті ішкі сұлулығынан нұрланып тұр деп қыздар неліктен айтты? Адамның сұлу екенін қалайша тануға болады? Сұлу адамның бойында қандай қасиеттер болады? Өзіңді сұлумын деп санайсың ба? Неліктен? Жарайсыңдар балалар, яғни адамда тән сұлулығымен қатар жан сұлулығы болады. Адамның сыртқы келбеті сұлу болғаны жақсы. Сұлу, ажарлы, келбетті адамды көргенде көз қуанады. Сыртқы сұлулық ішкі сұлулықпен үйлессе, нағыз сұлулық сол болмақ. Сұлулық бетте емес, жүректе деп бекер айтылмаған. Ең бастысы, адамның көркіне мінезі сай болған дұрыс. Адам жанының сұлулығы оның даналығынан, адалдығынан, әдептілігінен, сыпайылығынан көрінеді. Нағыз сұлулық жан дүниенің сұлулығы. Кез келген нәрсені бір көресіп, бірден баға беруге болмайды екен, балалар. Қазір сендерге көрсеткелі отырған бейне жазбадан сендер соны ұғынатын боласыңдар. Ертеде дана қариялардың бірі 4 баласына өмір сабағын үйретіп, асығыс шешім қабылдамауға тәрбиелемек болыпты. Осы мақсатта оларды елден жырақта орналасқан алып тарақты көріп қайтуға біртіндеп жіберген көрінеді. 4 жылдың 4 мезгілінде барады. Қыста барған алғашқысы әлгі ағашты көріксіз әрі қорап кеткен екен деп сипаттапты. Көктемде барған екіншісі: «Жоқ, ол ағаш жасыл желек жамылған, әдемі дарақ», депті. Ағашты жазда көрген үшінші бауырлары екеуінің сөзіне таңданып, оның бетін гүл жапқан, аңқыған керемет жұпар иістеді ғой дейді. 4-ші кенжеұл: «Сендер сонда ондағы самсап тұрған, уылжыған тәтті жемістерін көрмедіңдер ме?» дейді. 4-еуінің сөзін түгел тыңдап болған көпті көрген көнегөз әкелері: «Сендердің әрқайсыңның айтқандарын шындық. Бірақ өз көргендерің дарақтың дәл бағасын беруге жеткіліксіз. Өйткені дарақ әр мезгілде әр түрлі сипатқа еніп отырады. Ал сендердің көргендерің 4 мезгілдің бірі ғана. Міне, көрдіңдер ме? Дәл осы секілді әр адамды бір сипатына қарап, не бір жағдайда көрсеткен мінезіне қарап бағамдап, түсінік қалыптастыруға асықпау керек. Асығыс шешім оңдырмай опық жегізіп, көп жақсылықтан махрұм қалдыруы мүмкін» деген екен. Сендерге тапсырма, балалар. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып, нақыл сөздерді оқыңдар. Мағынасын түсініп алыңдар.
Қажетті сөздер: көркем, қарапайымдылығы, көрікті, жаны, сұлу. Екінші тапсырма: мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңдер. Керексіз сұлулық, аңыз әңгіме. Бұғы шөлдеген соң бұлаққа еңкейіп, су ішіп жатып, өзінің әсем мүйізін көріп шаттанады. Сөйтіп денесінің басқа мүшесіне көз салады. Бұғыға аяқтары келісімсіз, жіңішке әрі арық сияқты көрінеді. Сөйтіп тұрғанда арыстан шыға келіп, бұғыны қуа жөнеледі. Бұғы арыстаннан жаңа ғана өзі жақтырмай тұрған аяқтары ажыратып алады. Солардың арқасында бұғы орманға арыстаннан бұрын жетеді. Бірақ орманда бұғының мүйізі әр бұтаққа бір оратылып, кібіртіктей бастайды. Сол кезде арыстан бұғыны ұстап алады. Сонда бұғы: менің көркім, менің сорым болды. Онша жақтырмаған әлсіз санаған аяғым мені құтқаратындай мықты екен. Дұрыс бағалауды білмеген екенмін депті. Енді сұрақтар: сыртқы сұлулық артық па, әлде ішкі сұлулық артық па? Неліктен? Адамды әсем ететін сыртқы келбеті ме, әлде жақсы мінезі ме? Неліктен? Адамды түр әлпетіне қарап бағалаған дұрыс па, әлде адамшылығына қарап бағалаған дұрыс па? Неліктен? Сырты сұлу ма, әлде іші сұлу ма? Неліктен? Ендігі сендерге тапсырма сұлулық сөзіне ребус құрастыру. Яғни ол үшін сендер әртүрлі суреттерді, таңбаларды, әріптерді қолдансаңдар болады. Мысалы, күнделікті мектепке тағып келетін сөмкелерің. Бірінші әрпі, яғни с-дан басталады. Сол себепті мен осы сөмкенің суретін алдым. Ал сендер қалай құрастырар едіңдер? Яғни балалар, ең бастысы сыртқы келбеттермен қатар ішкі жан дүниелеріңде үйлесімді ұстаңдар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды.